Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге «Екі көзқарас» жобасының жетекшісі Қаршыға Нұрсая. Сіздерді дүниежүзілік сулы батпақты алқаптар күнімен құттықтай отырып, жобамыздың екінші түсірілімін ұсынамыз. Бүгінгі жобаның тақырыбы Қаракөл көлінің қазіргі жағдайы және болашағы. Сұхбатымызға бүгінгі қонағы Қозыбақов Әділбек, Орта Азия Рамсар өңірлік бастамасының Қазақстан атынан жұртшылықпен байланыс бойынша фокал пойнты. Сәлеметсіз бе, ағай? Сізді кезекті шығарылымызға қонақ ретінде шақырып отырмыз. Бүгінгі сұхбатта қояр сұрағым, дүниежүзілік сулы батпақты алқаптар туралы түсінік беріп кетсеңіз. 1975 жылы 2 ақпан күні дүниежүзілік сулы батпақты алқаптарды қорғау бойынша конвенция қабылданған Иранның Рамсар қаласында. Сондықтан бұл конвенция Рамсарлық конвенция деп аталады. Ал біздің Орта Азия өңірі бойынша осы конвенцияны жүзеге асыру үшін арнайы өңірлік бастама құрылған 2016 жылы. Яғни осы Орта Азияның 5 мемлекеті, оның ішінде Қазақстанда бар. Осы конвенцияның ережелерін орындау мақсатында, соған қолдау көрсету мақсатында құрылып, арнайы үйлестірушісі комитеті жұмыс жасауда. Біздің Маңғыстау облысында Қаракөл көлі осындай алқаптарға жатады. Яғни Қазақстан бойынша 10 сулы батпақты алқап Рамсар тізіміне енген болса, Қаракөл сияқты көлдер бұл тізімге енуге әлеуеті бар көлдер болып табылады. Ал қазіргі таңда сол Қаракөл көлін Рамсар тізіміне енгізуге жұмыстан бастадық. Яғни біздің үкімет тарапынан осындай ұсыныс берілуде Рамсар конвенциясының хатшылығына. Жауабыңызға рахмет.